Сәлем достар, сіздермен бірге Қарапайым Мастер каналы. Бүгінгі видеода біз өз итімізге ұзын арқан жасаймыз. Яғни серуендеп жүргенде немесе итті бірге алып жүретін кезде керек болатын зат. Бұл затты жасаудың себебі жақын арада мен өзіме хаски деген ит алдым. Ол итке осы арқан керек болды. Яғни азанда жүгіргенде бірге серуендеген кезде осы итті алып жүретін арқан керек. Мен арнайы жануарлардың заттарын сататын дүкенге барып көріп 7 метрлік осындай арнайы арқанды 6,5 мың теңге деп тұр. Лучше оны дәл осындай қарапайым үйде бар затпен аз уақытта және арзан ақшаға жасап алуға болады. Сондықтан да сіздерге көрсетейін деп шештім. Алдымен өзіме керекті өлшемдегі арқанды алдым. Яғни үйде өзімізде өте ұзын арқан бар еді. Содан мен 2,5 метр кесіп алдым. Оның бір ұшын дәл осылай тіктім. Себебі бұл жағы иттің басына жалғанатын жері. Арқанды тігу жағына келетін болсақ, мен ұзын инемен қалыңдау жіпті алдым және жіпті 2 қабаттап тігіп шықтым. Бірақ менің тігуге деген икемім қатты емес, сонда да барынша дұрыстап тіктім. Арқанның ұшын 2 бүктеп тіккеннің себебі осы, себебі темір осылай ыңғайлы тұрады. Енді темірдің ішіне арқанды кигізіп 2 бүктеп тұрып жақсылап тұрып тігеміз. Тігіп болған соң мен соңғы түйілетін жерін арқанның арасына қалдырдым, себебі бұл жер томпиып қалып кетеді. Сондықтан да 2 арқанның арасында болған дұрыс. Арқанның осы бетін тік болған соң біз екінші бетін аламыз да қолымыз сиятындай қылып өлшеп алып, бір-біріне біріктіріп тұрып жақсылап тігеміз. Достар, бұл арқанды жасауыма маған шамамен арқанды санамағанда басындағы темірді тек 250 теңгеге сатып алдым. Ал арқанды үйден тауып алдым. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, мен бағанағы дүкеннен 6,5 мың теңгеге дәл осындай арқан сатып алған дұрыс па, әлде 250 теңгеге қолдан жасап алған дұрыс па? Мен арқан жасап болған соң ертеңіне азанда тұрып, осы хаскимен жүгіріп келуді шештім. Яғни осы жасаған арқанымызды қалай мықты екенін тексеретін боламыз. Тек қана арқан емес, тағы да мен итіме жаңа ремен алғам, яғни мойнына тұратын жаңа ремен, жаңа арқан болды. Шынымды айтсам, мен хаским өте қатты ойнаған жақсы көреді. Сондықтан ременін ауыстырудың өзі маған өте қиын болды. Біраз уақыт кетті. Ашайын ба? Ашайын ба? Еркелер. Жағымыздан отырады. Есташып. Кет қалды. Бақыт бірінші рет шықты. Үйге келгелі. Менің итімнің породасы сибирский хаски, яғни Ресейдегі шана тартатын иттердің түрі. Бұл шана тартатын ит болғандықтан адамды да өте қатты тартады екен. Егерде сіздер жүгіруге ерінетін болсаңыздар, сіздерге өте үлкен кеңес. Осындай итпен бірге жүрсеңіздер тіптен керемет, себебі қанша шаршап тоқтайын десеңіздер де ит өзімен бірге тартып кете береді. Айналайын, тоқташ. Өшіп қой. Арқан мықты болмаса болмайды, мен мына мықты арқанды алып жасыған.
Әйтпесе мынау қап тартады екен. Самсай аяқтан саға аяқтан, молодец. Міне осылай біз үйге келдік, біраз жүгіріп қайттық. Ит үйге кіргісі келмейді. Үйге келді, сразу су іздеп отыр. Қатты шөлдеп тұр. Сондықтан мен оған су әкеліп жатырмын. Бақыт. Шөлде қатты. Ал достар, сіздерге видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қаске. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар.